Ассаламалейкум қазақ елі, бұл қаралымда компания Сапаплас қалай сапаға қол жеткізеді. Монтажымызды және өнімімізді таныстыратын боламыз. Сол себепті видеоның соңына дейін көріңіздер, сіздерге өте пайдалы болады. Алда уақытта бір үй салып жатсаңыз, терезе таңдап жатсаңыз деген сияқты. Жалпы қазір жігіттер полностью раманың бәрін бүкіл жерге қойып бітті. Бірінші этапта бізде жігіттер бүкіл жерлерге қойып тастайды, бүкіл терезелерді. Уже бәрі зараженный, жігіттердің бәрі опытный, бүкіл шуруптар, бүкіл батарейшін шуруп, неді, свет жоқ болып қалса, жұмыс тоқтап қалмайсыз үшін деген сияқты. Қазір бірінші этапта бізде жігіттер лазермен атып, полностью қазір суын шашып, тазалап, шаңын енді дайындады примерно. Уже дайындап, уже монтажға дайындалып жатыр. Қазір получается бірінші этапта рамалар тесіліп жатыр, полностью байқасаңыздар. Қазір шуруптарын тесіп, полностью дайындап жатыр. Қазір лазермен бірінші горизонт дейді ғой. Бір келік терезелер болған екен, лазермен атып қойып шығады. Горизонтальный, вертикальный. Қазір пока что дайындағанша мен сіздерге таныстырып өтейін. Жалпы бұл жерге біз қандай профиль қолданып жатырмыз. Артек 5 камералы, ішіне 1/5 металымен, как положено, рото сложен замогымен. Ротода байқасаңыздар, екі жерде противозный точка болады. Астында и үстінде деген сияқты. Байқасаңыздар, бұл жерде бүкіл суағарлардың бәрі четко тесілген, как заводской, полностью. Суағар каналдары, өзінің подтахозниктарымен арнайы стеклопакетке. Тағы не айтсам болады, сіздерге еще бізде мына жақтан түсірсеңіз болады. Бізде тышканың сыртынан міндетті түрде осылай дополнительный усиление беріледі, чтобы мынау алдағы уақытта ашылып кетпес үшін полностью деген сияқты. Одан кейін бізде поставочный профиль, біреулер доник дейді. Мысалы біз арнайы поставочный профильмен, пісу лентасымен өйстіп артекті осылай жасаймыз. Қазір жігіттер сыртқы лентаның бәрін алып тастап жатыр. Неге сыртқы лентаны алып тастаған дұрыс? Алдағы уақытта негізі после монтажа алып тастау керек. Бүкіл сыртқы лентаның бәрін. Алдағы уақытта ол бір күннің ыстығына бір 2-3 күн тұрып қалса, оны алуы қиын болып қалады. Клейі жабысып қалады деген сияқты. В принципе, қазір жігіттер қазір мына жақта көрсете салып, полностью лентаның бәрін алып тастап жатыр, дайындап жатыр. Дәл осындай клиния дейді, бұл негізі упор беріп тұратын нәрсе, терезенің астына қойылады. Оны қазір қалай қою керек екен жігіттер көрсетеді. Сол теге сырттан түсірсек, уақытта білмеймін бір. Без монтаж терезе заказ берсеңіздер, я болмаса жаңағындай болады ғой. Бір басқа жерден терезе заказ беріңіз, бұл сапалы монтажник бар, оның тексерудің жолдары бар. Осындай әдіс арқылы біз сапаға қол жеткіземіз. Қазір байқасаңыздар, сыртына полностью клинияларды қойып жатыр жігіттер. Клиния деген бұл алдағы уақытта мысалы үй осадка берген кезде отырады. Мысалы любой үй отырған кезде именно рамада отырмас үшін осындай астына специальный енді клиния дейді ғой, упор беріледі. Алдағы уақытта пенаның ішінде қалып кетеді. Осылай күйі қалынып уровеньге қойылғаннан кейін былай қарай керіс қарай, чтобы ішіне кіргізіп жібереміз деген сияқты ғой. Бұл жерде жалпы біз сыртқы откос 8 деп берілген боламыз. Мысалы замерді өзім алғым, сол себепті сыртқы откос 8 деген сияқты. Алда уақытта бір утепление болып жатса да бір 3 см, 5 см болса, уже сыртқы откосы 10-нан үлкен. Мысалы 11, 12 болады. Ол әдемі откостар ғой. Негізі 15-тен қатты үлкен болып кетпеу керек. 10 мен 15-тің аралығында болса, сыртқы откос әдемі болады. Сол себепті 8-ге қойдық. Іштен сонда подоконник 35 болды. Бұл жерде 1,5 кірпіш. Мысалы, мына жерден іштен примерно 5-6 см подоконник шығып тұрады. И екі ушкасы болады деген сияқты 5 см-ден. Дәріс монтажды қарай беріңіздер. Көріп жатсыздар ғой, жалпы мына жерде қазір сверломен, шестеркамен әшейін орын тесіп жатыр. Егер перфоратормен ұрылса, бұл мына жер тесіліп кетеді. Сол себепті грамотный жігіттер уже опытный көрініп тұр. Полностью сверломен теседі, одан кейін барып уже шуруптарды қатайды. Высотаның өзінде көріп жатсыздар 1, 2, 3, 4 шуруп. Негізі безопытный монтажниктер ары кетсе бұл жерге 2 шуруп қояды. Ол негізі проблема болады алдағы уақытта. Сол себепті жақсылап қараңыздар, көріңіздер, жалпы кімге заказ беру керек екенін білесіздер. Кейін сіздерге обзор көрсетейін, жалпы бұл жерде не қолданды, не істелді,
Қараңыздар достар, астында 4 жерден шуруп. Негізі көп монтаждардың қателігі осы, элементарный осы. 3 штук бір 30 теңге тұратын шуруптың өзін экономия жасайды. Мына жерде біреу, екеу шуруп ұрады көп адам. Мына жерде астында 4-еу, үстінде 4-еу. Есептеңіздер. 4, 4, 8. Мына жанда 4, мына жанда 4. 4, 4, 8. Осындай 3-ке бөлінген терезеге 16 шуруп. Ойлаңыздаршы. Негізі шурупты аямау керек бұл жасаған кезде. И жігіттер де жұмыс жасап жатыр уже. Бұлардың бәрі уже обучение, біздің жігіттердің бәрі полностью уже монтаж жасап жүрген. Сол себепті біз негізі гарантия береміз қандай жағдайда, өзіміз монтаж жасаған жағдайда да. Көріп тұрсыздар ғой да, жігіттердің бәрі уже перфоратормен тесіп жатқан жоқ. Бірінші шестерка сверломен тесіп жатыр аккуратно, одан кейін барып перфоратор тығып жатыр. Негізі перфоратормен ұратын болса, қаупі бар, мына жер сынып кетуі мүмкін деген сияқты да. Бізде металл мына жағында болады ғой. Сол себепті осындай әдістерге элементарный нәрселер, қарапайым нәрселер, бір қиын бірдеңе емес, бір аспаннан бірдеңе алатын жоқпыз. Осындай заңды кітабында қалай жазылып тұр, солай жасап жатыр, сөйтіп сапалы өнім шығып жатыр. Қазір полностью этап бітті, лазермен атылды, шуруптардың бәрі қатырылып тұр, мощный болып тұр, былқылдамайды. Осылай негізі шурупта аямау керек қой, короче. Аяу жоғынан ғой. Мысалы, мына жердің өзіне қазір 16 шуруп кетіп отыр да. Сол себепті осы шурупқа мән беру керек, достар. Мына тігінен тұрған клинияларды не үшін алып тастап отыр? Қазір алып, қысқартып, былайынан көлденеңінен қойып отыр, чтобы бұл астында қалып кету керек. Былай қалдырып кетесің, оны строительдер алып тастайды алдағы уақытта. Мына терезе отырады. Сол кезде подоконник саяқ болады деген сияқты қателіктер болады. Сол себепті дәл осылай негізі клиния астында тұру керек. Мысалы, қазір астында 1, 2, 3, 4 жерінен тұрып жатыр. Упор дейді ғой, упор беріліп жатыр. Негізі бұндай нәрсе болмаған. Экономдаудың үшін андай ағаштар қойған, біреулер даже пенаны кішкентай жазып, соның үстіне стеклопакет қойған деген сияқты варианттар көп. Енді заманның талабына сай қазір бізде бүкілі как кітаптағындай болып жатыр жігіттер. Бізде негізі жаңағы ашылатын жақтарды қазір, чтобы көрінбейтіндей шуруп заглушка қойып жатыр. Оны осы әдіспен осындай 12-лік арнайы сверло бар. Сол сверломен полностью тесіп алады. Ол мынандай болады, кеңіздер достар. Ол қазір мына жерде тесіп алды сверломен, шестеркамен, алдағы қазір шурупты ішіне қарай кіргізеді да, мына жерде заглушканы тік етіп кіргізе салады, бітті. Уже шуруп көрінбейді. Ол негізі осындай ашылатын створка дейді ғой, ашылатын жерлерге ғана қолданылады бұл әдіс. Глухой жақтарға ол әдісті қолданбаймыз. Глухой жақта ол стекло жабылып қалады, оны көрінбейді. Оны обычный әдіспен жаңағыдай шуруппен қатайтады полностью. Именно көрінетін жақтарда осылай осы әдісті қолданады, чтобы алдағы уақытта шуруп көрініп тұрмайтындай ашылатын жақта. Бізде байқасаңыздар, максимальный бізде шуруптардың бәрі сыртынан қатырылады, ішінен қатырылмайды, мүлдем. Көріп тұрсыздар ғой, шуруптардың бәрі сыртынан қатырылған. Шуруп аяу жоғынан по ГОСТу ғой. Мысалы, әр 10-15 сантиметрден шуруп ұрылады, ішіне жақсы металл салынғаннан кейін. Мысалы, мына тешка, мына ашылатын жақтардың бәрінде шуруп көрінбеу керек. Сол эстетиканы сақтап, байқасаңыздар, мына тешкада тоже шуруп бар, мына жанынан ұрылған. Мына жақ глухой ғой. Мына жақ глухой, мына жақта уже шуруптар көрінеді, но бірақтан бұл стекломен жауып қалады. Ашылған жерінде главный шурупты көрсетпеуге тырысамыз барынша. Жалпы бұл жерге LSG подоконнигін қазір жігіттер уже біреуі қойып жатса, екінші жігіт уже подоконник дайындап беріп отырады. Жалпы мынау LSG деген подоконник ең мықты подоконнигіміз. Бұның стенкісі қалыңдығы 3-тен қалың, примерно өте қалың. Онша-мұнша грузға сынбайды. Маркермен сыздан кетіп қалады. Оның үстіне болады ғой, негізі көбінше темекінің
көбінше темекіні қойсаң, мынау жанбайды деген сияқты ғой. Басқа подоконниктер темекіні қойсаң уже прям қызарып өртеніп кетеді ғой. Бұда ондай нәрсе болмайды. Сол себепті бұл шамалы қымбаттау подоконник, но бірақтан өте сапалы. Негізі накладкаларды осылай створка шешіліп тұрған кезде мына үстіңгі жақтарын осылай қатырып алған дұрыс. Негізі қазір накладкаларын кигіземіз, ручкасын қатырдық. Негізі бізде створкалар негізі растахоженный болып, прям цехтан Алматы болса осындай келеді. Басқа қалаларға енді стекло пакет бөліп тұрады. Бұл жерде дайын күйі уже растахож жасалып тұр. Қазір жігіттер просто іле салады и сонымен бітті. Сол себепті сыртқы наклейка обязательно қараңыздар достар. Осылай наклейканың бәрін алып тастау керек. Соңында алынбай қалып жүреді. Стекломер деген заводта шығады. Ол жерде адам ручной жумайды, полностью автоматика, роботтармен полностью. Мойкасы да, клейін жағатын, полностью бәрі автоматика. Сол себепті стекломер деген жазуда енді 100-ден 1% арасында бір қателік кетеді, но бірақтан көп қателік кетпейді. Вибрацию дает, она внутри пузырьки становится. Все понятно. Видишь, из-за этого сперва когда ставим, пеним, пока пеним. Понятно. Зазор нормально, да? А у вас 6 сантиметров мы берем. Пустим к титану и... Вот. Жалпы бізде қазір Артек профилінде осындай су ағарларға осындай колпачоктар қойылады, осындай арнайы. Сол себепті Артек профиліне осындай заказ берсеңіздер, осындай сапада, осындай качествода келеді. Су ағарлары жабылып тұрады. Бұл енді дополнительный нәрсе, басқа профильдарға да қоюға болады, но бірақтан көбісіне келмей қалады. Өзінің арнайы. Мына жерде байқасаңыздар көресіздер ғой да, поставочный профильдің арты полный пена шашылу керек, толықтай. Мына жерде клиния дейді, клиния сол ішінде қалып кету керек. Алдағы уақытта мынау строительдер алып тастамау керек. Мынау алынып тастаса, ол отырады терезе. Ол шуруптың өзі жеткіліксіз. Сол себепті осындай әдіс қолданамыз біз. Содан кейін біз қорықпай гарантия береміз өзіміздің өнімге. Не только бұл жерде сапалы өнім, мысалы бізде полный автоматикада шығады станок сборка, но бірақтан сонда да монтажың дұрыс болмаса, ол жерде уже бір тиын да мықты сапалы терезе болғанды қайтейін, монтажың нашар болып тұрса деген сияқты ғой. Вот, мына жігіттер полный пейнт етті, көріп тұрғандарыңыздай, полностью артығымен пеналады, колпачоктар киілді, створка четко ашылып жабылып тұр. Қазір подоконникті қоятын боламыз, сол процесс көресіздерді. Сонымен бітті бүгінгі видеомыз. Сол себепті алдағы уақытта сапалы өнім керек болатын болса, Алматы қаласы, оңтүстік Қазақстан бойынша бүкіл жерге жалпы осы качествода қазір обучать етіп жатыр, монтажниктерімізде, басқаларында бәрінде деген сияқты. Осындай сапада жалпы терезеге қол жеткізесіздер, егер бізден алатын болсаңыздар. Сонымен бұл бірінші тереземіз тәмам полностью. Если сверло очень острое, оно начинает пластиковать. А этот, видишь, постепенно, допустим, вот сколько? Да. 4. И, ну, видимая часть, это, естественно, створка, делается под 12 отверстие. А здесь делается, ну, просто шестеркой сверлишь и шуруп упираешь до пластика. До чего упирается до пластика? Сейчас я объясню. Принцип действия, видишь? Ну, вообще отверстие должно быть. Тоже 4 жерінен қояды клинияны, алдағы уақытта мысалы мыжылып, там пена енді мыжылады ғой, сол себепті алдағы уақытта мыжылып кетпес үшін подтахозник жаңағы клиния қойылады 4 жерінен и полностью пена шашылады. Үстіне не үшін кірпіш қойып жатыр десеңіздер, енді алдағы уақытта қазір пена шашқан кезде көтеріліп кетуі мүмкін, сол себепті үстінен груз қойып жатыр, чтобы алдағы уақытта пена ісініп көтеріліп кетпесін деген мақсатта.
ішіне тығып біраз пеналарын шашып алады. Все, жалпы достар, міне бітті. Монтаж, подоконник қойылды. Жалпы монтаж деген осы. Сапалы монтаж, Сапапласт компанияның монтажы. Қазір Артек профильдары болсын. Енді қазір Артекті қатты сатып жатыр. Неге? Мықты профиль болғандықтан. Бұдан да басқа профильдарымыз бар. Монтажниктердің бәрі осылай монтаж жасалу керек. Сапалы монтаж деген осы. Мысалы, подоконникті қазір до конца тығып, пеналар шашып, кем дегенде бір 3-4 жерінен полностью пеналайды. Мына жерлерін толжы. До конца тығып, толтырып былайынан. И сосын жаңағындай клиния ғой. Осы әдісті қолдану арқылы біз сапаға қол жеткіземіз. Бұл жерде енді стандартты монтаж, клиентке негізі по ГОСТу монтаж предлагать етілді, но бірақтан ақшасынан экономия жасады да, өзі пенасын қырқып, сыртын өзім күннен қорғаймын деді. Негізі, естеріңізде болсын достар, алдағы уақытта пена қырқып, пенаны күннен қорғау керек. Пенаны күннен қорғамасаңыздар, алдағы уақытта ол свойствосын жоғалтады, пена күннен қорқады. Сол себепті қазір заманауи стиз А, стиз Б деген өнімдер бар. Сол нәрселерді қолдансаңыздар болады. Бізге заказ берсеңіздер болады. Қазір по ГОСТу монтаж жасап жатырмыз. Егер өздерім жасаймын десең болсаңыз, пожалуйста, жасаңыздар деген сияқты ғой. Ашылып жабылу өте жеңіл. Бұл жерде рото екі жақты, екі положение дейді ғой. Ашылып жабылу өте жеңіл. Прижимдарды өте мықты, қысып алулары полностью. Жалпы осы достар, жалпы сіздерге көрсететін дүниеміз, монтажымыз, сборкамыз деген сияқты. Сол себепті комментарияның астына жаза кетіңіздер, қандай да пластик жайлы бір сұрақтарыңыз болса, не жайлы бір видео түсіру деген сияқты, осы жайлы бір видео түсірсеңіздер десеңіздер, сол комментарияларды оқи отыра сіздерге алдағы уақытта YouTube арнамызда жақсы контенттер күтіңіздер. Назарларыңызға рахмет.